Мен Тәліп Сандуғаш Бекжанқызы 2018 жылғы Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі болып табыламын. Түркістан қаласындағы жаңадан ашылғалы отырған Назарбаев зияткерлік мектебіне іріктеу болатынын естіп, осында өз құжатымды тапсыруға бел будым. Басында, өзімде қорқыныш сезімдер болды. Мен осы лауазымға лайықтымын ба, лайықты емеспін бе. Бірақ өзім осы зияткерлік мектепті аяқтау барысында, ақпараттарды үш тілде іздестіруге және оларды анализдеуге жақсы үйреткен мектеп болғандықтан, осында да өзіміз сияқты оқушыларды дайындауға және Қазақстанның зияткерлік әлеуетін арттыруға өз ықпалымды тигізуге бел будым. Алғашында 2013 жылы осы Шымкент қаласындағы зияткерлік мектепке кішкентай бала болып кіргенімде көз алдыма бірінші көрген адамдардың бірі Балқан Маратович, мектеп директоры болған болатын. Ол кезде әлі көп мұндай жақсы мектептің түрін көрмегенбіз, оранжерея деген нәрселер болмаған, бәрімен таныстырып, жақсы жолға бағыт бере білген, көшбасшы бола білген Балқан Маратовичқа сенімім өте жоғары болды. Сол себепті де осы Түркістанға шақырту алған кезде ең біріншінде осы Балқан Маратовичтің көшбасшылығымен үлкен жетістіктерге жете аламын деген сеніммен осында келіп отырмын. Менің есімім Мадина Ибраим. Мен Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2018 жылғы түлегімін. Бұл мектептен өзімнің болашағыма керекті білім мен дағдыларды үйрендім деп айта аламын. 2013 жылы Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеннен кейін мен бұл мектептің жалпы жүйесімен таныс болдым. Және оны бітіргеннен соң өзімнің оқуымды, білімімді биология педагогика мамандығы бойынша Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық университетінде жалғастырдым. Мен қазір осы Түркістан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне биология лаборант қызметіне жұмысқа тұрдым. Және бұл менің қазіргі профессиялық жолымдағы ең бастапқы қадамдардың бірі болып табылады. Және енді менің қазіргі мақсатым жалпы Қазақстандағы білім жүйесіне өзімнің үлесімді қосқым келеді.